енді ақпарат министр ретінде емес, бас редактор емес, спичрайтер ретінде шақырды ғой деп ойлаймын. Себебі бізде жалпы публицистиканың, журналистиканың майталманы ағаларымыз аз емес. Сондықтан былтыр да осы мектептің түлектерімен кездескенбіз, біраз мәтіндерді талқылағанбыз. Олардың ішінде былтырда қатысқан кейбір әріптестерімізді көріп отырмын. Тақырып кімге арналған? Бірінші, аудиторияны дұрыс түсіну керек. Сіз бұны кімге дайындап отырсыз? Бұның оқитын аудитория немесе оқырман кім? Бірінші соны білу керек. Жалпы оқырманға арналып отыр ма? Жоқ әлде бұл шешім шығаратын құрылымдарға арналып отыр ма? Немесе жалпы осы аналитикалық мектептің басшыларына арналып отыр ма? Немесе жалпы осы міндетті атқару үшін жазылып отыр ма? Оқырманын дұрыс анықтау керек. Немесе бұл газетке жазылып отыр ма? Немесе бір журналға жазылып отыр ма? Сондықтан аудиториясын айқындау өте маңызды. Үшеуінде үш түрлі стиль. Стиль дегеніміз ол адамның өзі, ойлау жүйесі. Жалпы стиль өте маңызды, әсіресе публицист, мынау журналистика саласында жүргендер білет. Стиль қалыптастыру, әркімнің стилінен тану. Мысалға, бүгін дүниеден озды, Алла панасын алсын, Дулат Исабеков ағамыз, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, еңбегері, стилінен бірден танитынбыз. Қолтаңбасы айқын тұратын. Төлен Әбдік, мысалы, жазушылардан, немесе журналистерден, мысалға біздегі Нұртөре Жүсіп, немесе басқа журналистерді бірден танисыз. Ғалымдарды да солай, бірден қолтаңбасын айқын аңғарасыз. Сол сияқты стиль бұл жерде. Көп адам жазған кезде әрине бір стильді табу өте қиын. Себебі әркім бөліп алады, біреу кіріспені жазады, біреу негізгі бөлім жазады, біреу қорытынды жазады. Бірақ содан кейін стильді ортақ стильге келтіру қиын. Бір кемшілігі осы бірізділіктің, мен енді қайсысы екенін айтпай ақ қояйын сіздерге. Стильмен жұмыс істеу үшін бір адамның қолынан шығу керек. Бүкіл команда жұмыс істесе де, бірақ бір адам соңында, бір ғана адам онымен жұмыс істеу керек. Түгел бастан аяғына дейін. Сондықтан кейде асығыс жұмыс жасалынады да, ол мысалға соңғы жағы, қорытынды жағы кішкене әлсіздеу болып қалады, немесе бірізділік байқалмайды. Екіншісі, мына кез келген жалпы жұмысты дайындаған кезде қазақ тілін президентіміз айтты ғой, ғылым тіліне, білім тіліне айналдыру. Қазақ тілінде жазу оңай емес. Көбінесе калькаға ұрынып жатамыз. Бұл жұмыста да сол калька көрініп тұр. Әрине бәрінде емес. Мысалға маған ұнағанда болды. Мына әсіресе жаңа гендерлік саясат бойынша өте ықшам жазылған, жеңіл жазылған сөйлемдер. Ал ғылыми терминдерге ұрынған кезде бізде бірнеше мысалға болып табылады, немесе ағымдағы жыл деген сияқты, бағытталған деген сияқты, оны біз депутаттарда кейде депутаттық сауал жолдаған кезде қойып жатады, кез келген ресми адам қойып жатады. Осындай калькалардан құтылу қиынырақ. Сондықтан жалпы ғылыми мақалалардың өзінде калькалардан бойды аулақ ұстаған дұрыс. Бірақ ол үшін жаңа айтып өттік, бір кісі, кальканы жақсы білетін кісі бастан аяқ оқып шығу керек. Сонымен қатар ғылыми стильде жалпы қандай ғылыми болса да, оны күрделі ойды қарапайым жеткізе білу, ол шеберлік. Кейде біз қарапайым ойды күрделі жеткізіп жатамыз. Ол енді сөйлем болғаннан кейін құрмалас сөйлем, сабақтас құрмалас сөйлемдер, кейде бір абзацтың өзі тұтас бір сөйлем алып жатады. Ол кезде ойдың ұшын ұстап алу қиынға соғады. Сондықтан жалпы алған кезде сөйлемдердің қысқа, нақты, ұғынықты болғаны. Әсіресе біз неге мән беріп отырмыз? Соның кәдімгі астын сызып көрсету дейміз ғой. Кейде жақсы ғылыми мақаланы оқығанның өзінде біз деректердің астына көміліп қаламыз. Сондықтан деректерді қолдана білу де өте маңызды. Әсіресе маған енді ұнағаны барлығында дерлік үш жұмыста да, әсіресе мына инклюзияға байланысты жұмыста әлеуметтік сауалнаманы жақсы пайдаланған. Ол жақсы әлеуметтік сала, бірақ әлеуметтік сауалнама қалай жүргізілді, оның методикасы қалай? Осы мәселеде әдіснаманы айта білу керек. Мысалға респонденттер кімдер, қандай сауалдар таңдалды. То есть егер әдіснама кез келген ғылыми жұмыста бір кілттің қызметін атқарады. Сонымен қатар мына қысқарған сөздер көп қолданылады.
Қысқарған сөздер көп жағдайда қазақ тілінде өте ыңғайсыз естіледі. Мысалға, тіпті Біріккен ұлттар ұйымының өзін «бұ» деп айтамыз. Мысалға, былай тіпті айтқанның өзінде құлаққа көп біріккен, мысалға, орысшада немесе басқа тілдерде қысқарған сөздерде жазғанда да, айтқан кезде де көп ұғынықты болып жатса, қазақ тілінде қысқарған сөздер өте кейде түсініксіз болып жатады. Ал сол қысқарған сөздерді көп қолданған кезде кішкене мына көзге де жақсы көрінбейді, ұғынуға да қиындық туғыза бастайды. Мысалға, и, б, зерттегенде и деген сияқты кейбір сөйлемдер бар. Мысалға, ол үшін сіз қайтадан бастапқыдағы қысқарған сөздерге оралып отыруыңыз керек. Мысалға, и, б, не деген сөз, немесе жаңағыдай мына қысқарған сөздер. Оның орнына кейбір ұғымдарды жаңағы тек қана қысқартып емес, олардың мысалға бір сөзбен беріп кетіп отыруға болады деп ойлаймын. Ал қысқарған сөздерді жиі қолданған кезде ол мәтін кішкене көзді де шаршатады, оқып отырған адамды да кішкене шаршатады. Соның арасында статистиканы да пайдалану солай. Статистика көп жағдайда цифрлардың ішінде адамдар көміліп қалуы мүмкін. Сондықтан мына ғалымдарды айтады, ғалымдар құс сияқты емес, қой сияқты болу керек дейді. Ол жаңағы алғанын қорытпай баласына береді ғой құстар. Ал қой ол жегенін қорытып сүт ретінде береді. Сол сияқты статистиканы дұрыс пайдалана білу. Әртүрлі цифрлардың бәрін бере берген кезде мәтіннің ішінде оқып отырған адам адасып қалуы мүмкін. Негізгі алуы керек. Мына идеяның арасында ол мысалға мәтінді толық оқып біткеннен кейін оның ойында көп нәрсе қалмауы мүмкін. Сондықтан жалпы қандай қорытынды бергісі келіп отыр авторлар, соған баса мән беру керек. Сондықтан жалпы алған кезде енді көп ізденгендігін көрсеткісі келеді кейде, мысалға ізденушілер көп әдебиет қарағанын, көп мысалға соған байланысты зерттеулердің барлығын шолғанын көрсетуге тырысу ол дұрыс бір жағы. Өйткені кез келген зерттеу материалы, академиялық мақала немесе аналитикалық материал, ол сол салаға байланысты әдебиеттердің барлығын қарау керек, мүмкіндігінше. Бірақ оның барлығын ішіне сала беру шарт емес. Кейде әдебиеттерді қолданған кезде оны әртүрлі жағдайда қолдануға болады. Өйткені бұл жерде оқыған кісі кейде мысалға айталық, егер премьер-министр болса, оған байланысты шикізатқа байланысты шешім қабылдау керек, немесе мысалға инклюзияға байланысты шешім қабылдау керек. Ол сіздердің жазғандарыңыздың бәрін қарамайды. Әсіресе егер оның ішінде жаңа қысқарған сөздер мен цифрлар және оның ішінде әртүрлі әлеуметтік зерттеулер көп болатын болса, ол қарап қоя салуы мүмкін. Сіздің мақсатыңыз егер зерттеуіңіз іске, әжетке асуы және оның белгілі бір шешім қабылдау құралына айналу болса, онда негізгі мына қорытынды, негізгі шешімді ұсына білу керек оқыған кезде. Бұны әрине өздеріңіз білесіздер. Сондықтан жалпы салыстыру кестелерін жақсы пайдаланғансыздар, ішінде инфографиканы жақсы пайдаланғансыздар. Бұл кез келген жазу үшін маңызды. Қазір кезеңде қысқартып беру, немесе жылдарды салыстырып беру, бұлардың барлығын ұтымды пайдаланғансыздар. Бізде жалпы өкінішке қарай жазуға байланысты зерттеулер көп емес. Академиялық зерттеуге байланысты жақында ғана бір кітап шықты. Мына Қазақстандық даму институты, оны жақында таныстыратын болу керек. Академиялық жазудың өзін бізде мысалға PhD қорғап жүргендердің өзі кейде білмей жатады. Біз енді университетте мен біраз жылдар жұмыс істедім. Кейде ғылым жолында жүргендердің өзі академиялық жазу стилін меңгермей жатады. Себебі оған енді айыптаудың қажеті жоқ. Бізде әдіснамалық кітаптар немесе осыған байланысты зерттеулер көп емес. Спичке байланысты де немесе жалпы коммуникацияға байланысты бізде мына жазуға машықтандыратын кітаптар көп емес, өкінішке қарай. Сондықтан және университеттерде бұны көп оқытпайды. Біз енді мен егеменді 7 жылдай басқардым, сонда журналистикадан балалар бізде келеді, жаңағы университетте оқыған соңғы курстағы балалар келеді, немесе бітірген балалар келеді. Сонда жазуға кәдімгі әліппе үйреткен сияқты жазуға үйретесіз. Өйткені қазақша жазу шын мәнінде күрделі. Біз кейде тым әдебилендіріп жатады, мысалға публицистика деп. Бізде жазушылар мен ақындар көбірек келген ғой журналистикаға. Ал ғылымда да кейде сол сақталмай жатады, немесе тым қасаң тіл, немесе кейде жаңағы мына тым күрделі аударма, калька тілі. Осының арасында ғылым тілі болсын деген жаңа президентіміздің сөзін егер біз басшылыққа алатын болсақ, ол қарапайым, түсінікті, ұғынықты
тіл болу керек. Бұл стиль әрине бірден қалыптаспайды. Сондықтан сіздердің араларыңызда мен журналистерді де көріп отырмын, жалпы тілі жатық, мына жақсы журналистерді де көріп отырмын. Сондықтан олардың да қолдарынан шыққан шығар. Бірақ ғылым тілін ол журналистер емес, оны аналитиктер, ғалымдар жасау керек. Осының ортасын табу ол оңай емес. Соңында қорытынды бөлімінде бұл үшеуіне де тән соңғы сөйлемдер, мысалға қорытынды берілген, бәрінде де қорытынды бар, бірақ қорытынды соңы аяқталмай қалған сияқты. Мына резюменің де резюмесі болады, қорытындының да ең соңғы қорытынды сөйлемдері. Жалпы кез келген мәселені бастау және аяқтау маңызды. Егер мысалға біз костюмдің бірінші түймесін дұрыс түймелемесек, онда соңғы түймеге дейін ол қате кетеді. Солай ғой. Сондықтан бірінші кіріспе сөз өте маңызды. Адамның есінде не қалады? Әу дегенде бірінші сөз қалады, сосын соңғы сөз қалады. Және онда есте қалатын ерекше бір сөз тіркестері болу керек. Әсіресе мына қазақ тілді аудиторияда ол өте маңызды. Сәтті сөз тіркестер, мысалға немесе жақсы статистика салыстырмалы. Мысалға мен қарап отырған кезде мына гендерлік саясатқа байланысты 22, 23, 24 жылдардағы гендерлік саясатты көрсеткен 30%. Мен мысалға бірден қарап, біз министр болған кездегі 23 жыл гендерлік саясатта ең жоғары көрсеткіш екен. 62-ші қателеспесем, 62-ші орында болған. Қазір мысалға құлдыраппыз. Бірден менің есімде қалды, оны түртіп алудың да керегі жоқ. Өйткені маған керекті ақпарат. Сол сияқты кез келген аудиторияға қажетті ақпаратты көрсете білу керек. Өйткені жаңа айтып кеттік, сіздің тұтынушыңыз ол уақыты болмауы мүмкін. Және ол оқуға дайын да болмауы мүмкін. Дайын адамға беретін ақпарат аналитика басқа болады. Мысалға, ал дайын емес болса оқуға, оны дайындау керек. Ол кіріспеде өте мұқият жазылу керек. Кіріспеде жаңа айтып кеттік, оның әдіснамасы. Мысалға, инклюзия туралы, екеуінде де инклюзия бар, алғашқы мынау шикізаттан бөлек. Инклюзия не деген сұраққа жауап беру керек. Мысалға, бірден бірақ біз инклюзияның білім беру жүйесінде немесе әйелдердегі инклюзия, мысалға, баршаға тең мүмкіндік беретін жаңағы оның орнын бірден кірісіп кетсек, оған дайын емес оқырман, тұтынушы, жалпы инклюзияның не екенін білмейтін адам бірден ол мәтінге кірген кезде сол бірден тұманды орманға кірген адам сияқты ары қарай да ол кішкене қинала береді. Сондықтан мысалға бұндай терең аналитикалық жұмысқа кіріспеде кішкене дайындау маңызды. Сонымен қатар жалпы кейбір сіз мысалға шешім қабылдайтын немесе тұтынушыға ұсынатын өзіңіздің ұсынымыңызды, қорытындыңызды ол кейде бірнеше қайталап та беруге болады. Ішінде өте көп жаңалықтар бар, бірақ сол жаңалық кейде басқа да ақпараттың ішінде қалып қоюы мүмкін. Сондықтан мен енді бұл жаңағы сіздерді салыстырып айтпай жатқаным сол, өзім барлығын асын сызып, мына неге байланысты әсіресе мен үшін де жаңалық нәрселер көп болды, өзіме түртіп алдым бәрін. Бір сөзбен айтқан кезде 3 команда да жақсы ізденген. Енді үшеуінікін енді біреуінің көлемі аз болуы мүмкін, біреуінің мысалға тілі кішкене шұбалаңқы болуы мүмкін, біреуінде мысалға әдебиеттер аз болуы мүмкін. Бұларды мен салыстырмай қойын, жалпы алған кезде үшеуіне ортақ кейбір кемшіліктерді айта кеткенде жөн көрдім. Жалпы алғанда қысқа жазуға тырысу керек, ойды қысқа беру. Бізде шешендікті көп сөйлеу деп ұғатындар бар. Шешендік көп ойды қысқа сөзбен бере білу. Қысқа аз ойды көп сөзбен беру емес. Мысалға мақалдар бар. Мысалға мақалдарды бірақ сөзбен айтады. Ол негізі, ол шешендік. Сондықтан кезінде Маркс пен Энгельс хат жазысқанда айтатын бар ғой. Досым, кешірім сұрай, менің уақытым аз, сондықтан саған көп жазуға тура келіп тұр дейді. Көп жазу ол көп ізденгенді көрсетпейді. Керісінше, мүмкіндігінше кез келген адам өзінің редактор болу керек. Өз-өзін ол қысқарта білу керек. Мысалға, Нью-Йорк Таймсты оқитын болсаңыздар, онда тіпті артық әріпті табу қиын. Біз егемен Қазақстанда арнайы бірнеше жыл бойы Нью-Йорк Таймстың қосымшасын шығардық. Ондағы мақсатымыз осы стильді көрсету. Бірден тақырыпқа кіре білу. Ондағы мысалға кейде қазақ авторларын оқып отырсаңыз публицистикада, онда күн шайдай ашық, немесе бір
табиғатты суреттеу, немесе кейбір көбік сөздер, артық ауыз сөздер, немесе бейнелеу, теңеу, эпитет мысалға бұлардың барлығы жүреді. Ал шын мәнінде таза публицистика немесе соның ішінде әсіресе мына ғылыми аналитикалық талдау материалдарында ол тіпті артық әріп болмау керек. Бұл тұрғыда мен бір кейс айта кетейін. Жалпы мен өз өмірімді жазуға қарыздар адаммын. Қазірге дейін бір қызметке келсем, сол жазудың арқасы ғой деп ойлаймын. Өйткені президент әкімшілігіне не үшін шақырды? Спичрайтер ретінде шақырды. Және енді ол бізге дейін кәсіби спичрайтер деп ешкімді атаған жоқ. Қазір енді спичрайтерлар тобы бар ғой. Біз ресми жұмысымыз, мен спичрайтер деп аталдым. Сондықтан ол кезде әрине президент әкімшілігінде баспасөз хатшысының орынбасары қызметінде болғанмен, бірақ біз жиі басшымен кездесіп тұратынбыз. Және ол кісімен былай контакт болды. Сондықтан коммуникацияда мына кісінің, сіз сөз дайындап отырған кісінің сөйлеу аппараты маңызды. Қандай сөздерді жақсы айта алады, қандай ол кісінің мысалға құрмала сөйлемді айта ала ма, оқи ала ма, немесе ол кісі айталық кейбір қандай дыбыстарды айта алмауы мүмкін. Бұлардың барлығын өте жақсы білу керек спичрайтер, жазу жазатын адам. Сонымен қатар қай саланы көбірек білетін мысалға, өйткені ол сіздің жазған мәтініңізді оқитын адам, ол шын мәнінде осы саланы сүйекке сіңіру керек. Бізде өкінішке қарай спичрайтерларды аса бір қажетсінбейді. Кейбір әріптестеріміз тіпті бір жиналыстан екінші жиналысқа бара жатқан кезде өздеріңізде бар шығарсыздар, араларыңызда көмекшінің немесе департамент директорының жазғанын ала кетеді, жолда бір қарайды, үлгерсе, қарамаса, сол барған жерінде оқиды. Ол сүйекке сіңбегеннен кейін, ол өзің не оқып отырғанын түсінбегендіктен, ол аудиторияға да дұрыс қабылданбайды. Сондықтан спичрайтерлармен жұмыс істеу өте маңызды. Мысалға, тарихта қалған мықты лидерлердің бәрі спичрайтермен өте тығыз жұмыс істеген. Және өздері жазған. Линкольн мысалға атақты, ол көп сөйлемегенде, бірақ екі сөзі бар атақты, мына құлдықты жою туралы. Ол қазірге дейін бір осы салада жазылған ең мықты спичтің бірі болып саналады. Өзі жазған. Бір 200 жылдан ғана ма тұрады, бірақ мысалға өте әсерлі. Өйткені ритм бар оның ішінде, ырғақ бар, оның ішінде сезім бар. Жалпы кез келген сөз, ол ғылыми болса да, мысалға сіздердің жазғандай сараптама болса да, оны жанды болу керек. Кәдімгі живой. Қасаңдық бір бөлек. Екіншісі, біздің кейде мысалға жазылғанды қазір жасанды интеллектте жаза алатын болу мүмкін, қазір біздің кейбір дайындағандарымызды. Ал адамның жазуының айырмашылығы неде? Ол оның эмоциясы, ол оның мысалға мінезі, стиль дегеніміз мінез бір жағынан алғанда, ол оның ойы. Сондықтан жалпы кез келген жазуда эмоция, немесе жалпы Олжас Сүлейменов өзінің атақты Азиясын жазғанда айтады, мен бірінші ритмді таптым дейді. Таңға дейін жүрдім, мен ритмді таптым, ырғақты таптым. Сондықтан мысалға жазудың, ол мейлі ғылыми болса да, ол ритм болу керек. Белгілі бір жасырмай, мысалға мен өзім жазған кезде де, енді егемен Қазақстанда жүріп, 300-ге таяу мақала жазыппын. Оның біразы колонка, баған, біразы үлкен сараптамалық мақала, кейбірі танымдық мақала, мысалы кейбірі очерктер, әртүрлі жанрда жаздық, бірақ мүмкіндігінше мен де сол ритмді табуға тырысатынмын. Өйткені тек қана мына сөздің тіркестерін қойып шықсақ, ол бір қаланған кірпіш сияқты ғана болып қалады. Оның ішінде сіздің жаныңыз жоқ. Әрбір сөздің рухы болады. Ол жазу дегеніміз тек қана әріптер мен сөздердің жиынтығы емес, ол адамның өзінің ішінен шыққан былай рух. Сондықтан жалпы сөз дегеніміз, мына Маркстың сөзі бар ғой, адамды адам еткен еңбек дейді. Мен айтар едім, адамды адам еткен ол сөз. Өйткені басқа жаратылыстан адамның айрықшалығы, ерекшелігі де сөзде. Сондықтан маймыл да еңбек жасауы мүмкін, былай қарасаңыз, ат та, басқасы да еңбек жасауы мүмкін, бірақ жалпы адамның ойлай білуі, оның ғылым жасауы, оның интеллектуалды ой өрісі, бұның барлығы сөзге байланысты. Өйткені сөзде рухпен бірге, сөзде ой бар, таным бар. Сондықтан адамның сөзінен де оның сіз ойлау жүйесін аңғара аласыз. Қысқа сөйлеуі немесе ұзын жазуы, мына құрмала сөйлемдерді қолдана білуі, ең бастысы сөздің жүйесі. Кейде мысалға біз жазуда да ол көрініп тұрады, мысалға жазудан да соны байқадым. Біз білетіндігімізді кейде көрсетуге ұмтыламыз, немесе
жалпы жаңа айтып кеттім, әртүрлі статистикаларды ішіне сала беруіміз мүмкін, бірақ егер ретімен қолданбаса, оның өзі онша мәнін ашпауы мүмкін. Тіпті пайдаланған сауалнаманың өзі, мысалға бір жұмыста сауалнама екінші бөлімде берілген. Менің ойымша сауалнаманы бірінші бөлімге беруге болады, өйткені ол проблеманы айқындап тұр. Ал біз енді проблеманы айтып алып, содан кейін сөзімізді сауалнамамен бергеніміз кішкене ол қайталауға ұрындырады. Сондықтан, ал қайталау болса, бұл көлемін көбейтіп тұр, материалдың көлемін ұлғайтып тұр, ол адамды оқуға кішкене шаршатады. Қазір кезеңде енді кез келген мәселе коммуникация туралы ғой. Коммуникация неғұрлым қысқа болу керек. Біз бұрын егер ұзақ хат жазсақ, ұзақ мақалалар жазсақ, қазір мессенджермен жібереміз, қазір твиттермен жібереміз. Қазір мүмкіндігінше қысқа ақпарат беруге тырысамыз, өйткені адамдардың бір жағы уақыты, екінші қабылдауы соған байланысты. Сондықтан мүмкіндігінше шеберліктің бір үлгісі деп айтар едім, мәтінді неғұрлым ықшам беру. Ол үшін әр уақытта үстінен сызып, үстінен жаңа қайта оқу. Мүмкін болса дайындаған мәтінді дауыстап оқу. Дайындағаннан кейін команда ретінде жақсы оқитын бір кісі дауыстап оқу керек. Сол кезде қай дыбыс, қай сөз құлағыңызға дұрыс келмей тұр, алып тастай беріңіздер. Мысалы үшін, қай цифр 2 рет қайталанды, қай ой 2 рет қайталанды, немесе плагиат бар ма, оның барлығы отырған кісілер тарапынан аңғарылады. Сондықтан мүмкіндігінше мәтінді бірнеше қайтара оқыған дұрыс. Ол бір жағы өздеріңізге сіңісті болады, екінші сіздерге сіңісті емес дүниені сызып тастауға мүмкіндік береді. Егер жазған адам, команда немесе олар дайындаған кезде өздері қабылдамаса, онда оны тұтынып отқан адам қалай қабылдайды? Сондықтан біз кейде жаңағы енді уақыт аз болуы мүмкін, жазып, бірақ өзімізде дұрыс түсінбеген нәрсені ұсына салсақ, ол біздің тұтынушыға немесе соны жұмысымызды беріп отырған адамға да түсініксіздеу болуы мүмкін. Осыған байланысты жалпы жұмысты тезірек аяқтап, мүмкіндігінше сосын көбірек оқуға, оны көбірек тіпті дауыстап оқуға, сосын үстінен редакция жасауға бізде уақыт қалу керек. Өйткені көбірек материал іздеп жүріп қалсақ, ғылыми диссертацияда сол көп болады. Біз енді жетекшілікте жасадық, мен 3 рет диссертация қорғадым, шетелде қорғадым. Сонда мүмкіндігінше бізге жетекшілеріміз, ұстаздарымыз айтатын, материалдың астында көміліп қалмаңыздар. Кейбір кісілер болады, олар материалды өте көп білет, бірақ сол материалды игергенде қиналады, соның астында қалып қалады. Ал кейбір кісілер, жаңа айтып кеттік, жалпы материалды көп білгенмен, бірақ керекті материалды ғана қолдана отырып, ол жалпы жақсы жұмысты жазып шыға алады. Сондықтан мүмкіндігінше жазған кезде бізге материалды игеруден бөлек соңында редакциялайтын уақыт қалу керек. Ал басы жақсы басталғанмен, бірақ жаңа айтып кеттік, мына бастау қаншалықты маңызды болса, аяқтау да соншалықты маңызды. Аяқтаған соңғы ой адамның ойында қалады өйткені. Сондықтан жалпы алғанда спич жазу болсын, аналитикалық немесе талдау материал жазу болсын, академиялық жазу болсын, публицистикалық материал дайындау болсын, қай-қайсысы болмасын, жалпы жазуға байланысты кез келген мәселеде бұл жаңа айтып отырған мына кіріспенің өзінде, негізгі бөлімде талдау немесе қорытындыда ол айқын аңғарылып тұрады, тұтас бір дүние көрініп тұрады. Жалпы публицистика дегеніміз енді бізде бұл публицистикаға жазуға байланысты да бізде көп материалдар жоқ. Өйткені журналистиканың өзінде бірізді стиль, мысалға айталық, Нью-Йорк Таймс егер ағылшын тілінің бірізді стилі болатын болса, бізде өкінішке қарай ондай газетті айту қиынырақ. Енді Егемен Қазақстанда айтамыз, Егемен қалай қабылдаса солай жазуға тырысады, бірақ ол барлық жерде олай емес. Оның үстіне қазіргі кезеңде Егеменді оқымайтын адамдар да көп. Сондықтан жалпы стильді қалай қалыптастырамыз? Қалай, мысалға, сөйлемдер бірізденеді, мысалға, кейбір сөздердің өзін біз әртүрлі қолданып жатамыз. Сондықтан мәтіннің өте түсінікті болу үшін, калькадан бөлек кәдімгі көбірек қолданылған болу керек. Көп қолданылған сөздер болу керек. Өкінішке қарай кейбір салаларда біздің қазақ тілінде әлі де ондай проблемалар бар. Мысалға, әлі аударылмаған немесе аударылса да баламасы әлі толық қолданысқа енбеген сөздер көп. Сондықтан бұл жерде енді мен түсінем, аналитикалық материал дайындаған кезде біріншіден осы баламасын табу қиындықтар сіздерге туындаған болуы мүмкін. Мен спичрайтерлыққа байланысты онда сөзіме көшейін. Жалпы
осында келген кезде біраз осы салаға байланысты кітаптарды қарап келдім. Сөз ол ойдың көрінісі. Сондықтан біз кез келген сөзді тиімді пайдалана білуіміз керек. Әрине кейде Абай Сейфулла сияқты журналистер экранға шығып өздері мәтінді жазады ғой. Телевидениеда ол оп-оңай өтіп кетуі мүмкін, әсіресе тікелей эфирде аңғарылмауы мүмкін, бірақ газетте ол бірден көзге көрініп тұрады. Немесе ғылыми журналдарда ол бірден аңғарылады. Соған қатысты жазған кезде жаңа айтып кеттік, әр жазушы, әр қаламгер немесе әр автор ол өзінің бірінші кезекте редакторы болу керек. Сізді басқа біреу түзегенше, мүмкіндігінше өзіңізді түзеген дұрыс. Жаңа жазуға қарыздар дедім, бір кейс айта кетейін. Бастапқыда Түркістан университетіне жұмысқа келдім. Қазақша жаза алмаймын. Өйткені Түркияда білім алдым, диссертациямда түркше қорғадым. Түркияда ол кезде мен 2 кітабым шығып үлгерді. Қазақшаға қарағанда түркше оңай жазам. Сол кезеңде бір кісі келіп ұсыныс жасады, энциклопедияға мақала жазасыз ба деп. Қорқып кеттім, енді өйткені мақала энциклопедияға тұрмақ, жалпы мақала жазуға жүрексініп тұрған кезең. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде сабақ берем. Бір жағы уақытта аз, бірақ тәуекел етіп алдым. Бір 50-ге жуық мақала алдық. Энциклопедия білесіздер, ол жерде тіпті сөйлем тұрмақ, әріп санайсыздар. 300 әріп, 500 әріп, үлкен мақаланың өзі 1000 әріп немесе 1500 әріп. Ал ол әріп санаған кезде сіз үлкен ойды қалай сыйғызуыңыз керек. Үлкен мақала қылып жасап алатынмын, содан кейін соны мүмкіндігінше жаңағыдай қай сөзді алып тастасаңыз, ой өзгермейді. Соларды қысқартатынбыз. Одан кейін сол сөздің баламасы, қысқа әріптен тұратын баламасын іздеп, мүмкіндігінше соны 300-500 әріпке сыйдыруға тырысып жазып беретін біз. Сол жалпы менің одан кейінгі жазуыма қатты әсерін тигізген айта кетуім керек. Сондықтан энциклопедияның материалдарын біз кейде дұрыс пайдалана бермейміз. Энциклопедияны оқу керек және мүмкіндігінше жазу керек. Әбдіжәміл Нұрпейісов деген керемет қазақтың классик жазушысы болды, қаламгері. Бір 20 жылдан астам сол кісінің жанында жүрдік. Шопыр сияқты болдық, баласы сияқты болдық. Көп әңгімесін естідік, көп ұлағатын көрдік. Сол кісінің мысалға бір тәжірибесі бар. Бір кітабын ол кісі өмір бойы жаза береді. Жазғанда көшіріп жазады қаламмен. Әр көшірген сайын оның үстінде жаңағы кітаптағы артық сөздер түсіп қалады. Мысалы, қан мен тер деген үлкен кітап. Сол қан мен терді мысалға бұл енді қазір оқылмайды, үлкен кітапты ешкім қарамайды деп, бір қарасам ел аманды мысалға 12 беттен тұрады екен, соны 2 бетке дейін қысқартып отыр. Өйткені әрбір қолмен жазған кезде көшіріп, ол кісі айтады, сылып алған май сияқты. Немесе мүсінші өзінің мүсінін мүлтіксіздікке жақындағанша қашай береді ғой. Үлкен тасты қашай береді. Сол сияқты жазушы да сол мүсіншіге ұқсайды. Ол шеберліктің шыңына жеткенге дейін сол қашай береді. Кішкентай ғана бір әдемі эстетикалық дүние шығуы мүмкін, бірақ оған дейін мүсінші де жазушы да ол іздену керек. Ол мүмкіндігінше артық сөйлем тұрмақ, артық сөз тұрмақ, артық әріпке дейін ол алып тастауға тырысу керек. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің өзім көзімен де көрдім. Біздің егеменге келіп бір мақаласын дайындады. 7 күнде 12 рет өзін түзеді. Сол кісінің ылғи айта беретін бір мысалы бар. Толстой өзінің атақты соғыс және бейбітшілік кітабының бірінші бетін 13 рет қайта жазған дейді. Бірінші бетін. Ол Толстойдың музейінде сақтаулы тұр қазір. Сондықтан біз кейде ойлауымыз мүмкін, мысалға жазушылар жаңағы бірден отырып жаза берді, шабытпен келді деп. Жақындағыда дүниеден озған Мұхтар Мағауиннің де бір сөзі бар. Жазушының негізгі қайнары бұл шабыт емес дейді. Мен шабытқа сенбеймін, еңбекке сенемін дейді. Сондықтан мүмкіндігінше кез келген қолына қалам ұстаған адам, мейлі ол ғалым болсын, аналитик болсын, мемлекеттік қызметші болсын, ол өзін жетілдіру үшін мүмкіндігінше өзін түзеуге тырысу керек. Бізден де сол егеменнен қалған бір әдет бар, қолымызға қалам ұстап отырамыз. Кез келген әріп немесе кез келген бір сөз көрініп тұрса, соның астын сызып түзеп отыруға тырысамыз. Бұл енді бір
әдет сияқты. Бір жағы ол сол арқылы өзіңіздің стиліңізде қалыптасады. Жаңа сөздер болатын болса, бұны теріп жазып алу керек мүмкіндігінше, және соны қолдануға тырысу керек. Кез келген адам ол стильді бірден меңгеріп тумайды. Қайта-қайта жазған кезде сіздің стиліңіз солай қалыптасады. Өйткені шеберлік дегеніміз бұл бір мына спортсмендерде де солай қайталай береді. Мысалға бір трюкті жақсы жасау үшін ол көп қайталау керек. Сол кезде ол мінсіз шеберлік көрсете алады. Сол сияқты жазуда қайталау, ылғи да қайталаудан, білімнің анасы да қайталаудан тұрады дейді. Сондықтан ол ойыңызға нық орнығады, жаңағы мәліметтер жадыңызға жақсылап тоқылады. Сонымен қатар ол електен өтеді. Сондықтан мүмкіндігінше жаза беруге және көшіріп жазуға тырысу керек. Қазір кезеңде қаламмен жазатын адамдар өте аз. Бізде сол компьютерға үйреніп кеттік. Бұрынғы кісілерде, әсіресе кез келген журналист немесе жазушыларда қаламмен жазған. Қаламмен жазудың да өзінің бір артықшылықтары бар. Сызуға, жазуға, сонымен қатар жалпы ол енді үйренуге де байланысты. Мен соңғы кезеңдердегі кітаптарым көпшілігін бірден компьютерға көшіріп жаздым, бірақ мүмкіндігінше кейін компьютердан шығарып алып, соның үстінен жұмыс істеймін. Өйткені қаламмен, яғни ручкамен жұмыс істеу ол адамға басқаша мүмкіндік береді. Және ол қандай жанр болсын, әдеби, ғылыми, немесе көркем туынды болсын, өзім ешкім болмаса да соны дауыстап оқуға тырысам. Өйткені мына тіл, құлақ, көз, бұлардың барлығы процеске араласу керек. Жалпы жаңа үлкен классиктер туралы айтып отырмыз. Жазуға машықтану туралы. Жазу шынайы болу керек. Барак Обама Америкадағы ең мықты шешен президенттердің бірі. Орташа есеппен алғанда аптасына, айына 41 рет жұрттың алдына шығып тұрады екен. Ең көп сөйлеген президенттердің бірі. Және өзінің спичін ол басында өзі жазған. Жалпы спичтің жазуымен бірге оның локациясы да маңызды, формат та маңызды. Егер тұрып сөйлейтін болса, онда ол басқа форматта, ол жерде статистика немесе ол жерде жаңағы ғылыми мәтіндер онша өтпеуі мүмкін. Өйткені аяқ үсті тұрып сөйлесетін нәрсе басқа. Егер ол мысалға ресми жиын болса, оның стилі басқа болады. Егер ол екі жақты кездесу болса, оның стилі мүлдем басқа болады. Сондықтан жалпы жазудың өзін осында басшыларыңызға, министрлерге сөз жазатын кісілер бар шығар, жалпы сол үшін айтып отырмын. Бізде баспасөз хатшылары немесе спичрайтерді жаңа айтып кеттім, аса қажетін түсінбейтіндер көп. Кейде баспасөз хатшысын бір бодигард ретінде қабылдайды, журналистерді жолатпасаң болды, әйтеуір осы жаңа сұрақтардың бәрін өзің жауып таста деп ойлайды. Ал шын мәнінде спичрайтер немесе баспасөз хатшысы ол журналистермен немесе қоғаммен басшыны жақындататын адам. Кейбір президенттер, мысалға қазір біздің президентіміздің өзі де жазады. Кітаптарын өз жазған, спичтерін өз дайындайды. Бірақ бәрібір спичрайтер керек, жазушы керек. Себебі ол спичрайтер біріншіден президенттердің немесе басшылардың атқаратын жұмыстары да бар. Олардың енді ел басқару керек, немесе шешім қабылдау керек, жиындарға барады. Екіншіден, мына жазудағы басшының мүмкіндігінше ойды айтқаннан кейін жазылған мәтіннің үстінен жұмыс істеу маңыздырақ. Бізде бірнеше басшылармен жұмыс істедік. Сол кезеңде кейбір аттарын атамай ақ қояйын. Мысалға ой айтады, сіз оны жазғаннан кейін ол үстінен мысалға түзеп, кейін жақсы дүниелер шығатын. Қателеспесем, Барак Обаманың енді аталған екен бір кейс айта кетейін. Барак Обама президенттікке түсіп жатқан кезде оның бір шіркеудегі поп оның қыздарын шоқындырған, соған байланысты бір оқиға болды. Ол өте қатаң бір сөздер айтқан, сондықтан жұрттың бар ойлады, енді Барак Обама ол енді президент бола алмайды деп. Сол кезеңде ол өзінің спичрайтеріне ойын айтады, спичрайтерінің естеліктерінде бар. Бірақ таңертең 9-дан кешкі 7-ге дейінгі дайындаған спичін Обама пайдаланбаған. Өйткені ол интимді нәрсе, ол өзінен ғана шығатын нәрсе. Сондықтан ол түнгі сағат 3-ге дейін дайындаған спичін келесі күні оқиды. Қайда оқиды? Линкольнның құлдықты жою туралы мәлімдеме жасаған жерінде оқиды. Сондықтан ол әсерлі болады. Жалпы тыңдарман, оқырман көбінесе символизмге көп мән береді, символдарға мән береді. Ырымшыл халық қой, қазақта мысалға, бізде де ырымға сөнеді.
жаңағы 19-19-да шешім қабылданған сияқты мысалға. Сондықтан жалпы бұл мәтіннің ішінде де немесе айтылған жерде де осы символдарды сіз қай жерде нені айту мәселесі және қандай аудиторияға мысалы осылардың барлығын спичрайтер жақсы сезіне білу керек, мәтінді жазушы жақсы сезіне білу керек. Сондықтан ол үнемі тұтынушы кісімен жақын жүру керек, тұтынушыны жақсы білу керек. Сіздердің енді мәтінді жазғандарыңызда жаңада айтып кеттім, тұтынушы кімге бересіздер, соны да сіздер жақсы білулеріңіз керек. Сонымен қатар спичрайтерлықта ол тек қана жақсы жазу емес, тілді жақсы меңгеру жеткіліксіз, мәселені білу жеткіліксіз. Спичрайтерлықта бұл ғылым сияқты жауапкершілік ала білу керек, аудиторияны сезе білу керек. Соған сәйкес мына әсіресе жаңа аудитория деп отырғаным, егер ол парад болатын болса, салтанатты жиын болса, мүмкіндігінше дауысты дыбыстардан тұратын, ашық дыбыстардан тұратын, салтанатты айтатын сөздерді мейлінше қолдану керек. Бәріңізге рахмет деймін дегеннен гөрі баршаңызға алғыс айтам деген ол дауысты дыбыстармен шығады ғой. Мысалға жазған нәрсе көзге әдемі көрінгенмен, бірақ ол оқылған кезде әсерлі болмауы мүмкін. Сондықтан спичтің қай жерде қолданылатынына байланысты. Егер ол жұрттың алдында оқылатын спич болса, оны соған қарай ыңғайлап жазу керек. Дауыс аппаратына қарай және тыңдарманның құлағына қарап жазу керек. Егер ол жай ғана оқылатын, бірақ жұрттың алдында оқылмайтын болса, әрине ол оның табиғаты басқалау болады. Сонымен қатар беретін месседждерді әрбір спичте, мысалға қайталап отыру мәселесі, оны жаңа айтып кеттім. Әлемдік спичрайтерларға қарасақ, егер мысалға мен енді өзім жұмысым болған екен, көп іздендім кезінде, Черчиллді көп іздедім. Мысалға Черчилл өзі жазған және мүмкіндігінше қысқа жазғанда ол киносы да бар. Өзіне хатшы жалдағаннан кейін сол жүріп сөйлейді. Өйткені жүрген кезде адамға ритм пайда болады, ой пайда болады, жаңа ойлар пайда болады. Жүріп айтқан сөздерін кейін қайта оқып түзеген, мүмкіндігінше тезис түрінде алып отырған және онда бастапқы және соңғы тезистерге қатты мән берген. Мына сөйлемді түрлендіру, оны жаңағы айтып отырған ритм, ырғақпен, әуезділікпен беру, мысалға адамдардың есінде қалып қойған. Әйтпесем, Черчилл тек қана мысалға ол 2-ші дүниежүзілік соғыстағы немесе Нобель сыйлығын алған романдар ғана есте қалған жоқ. Ол керемет өзінің тезистермен еске қалды. Сондықтан жалпы қысқа айтатын ойларды әр уақытта кішкене жазып отыру және мүмкіндігінше оны айтатын адам өзінің жүрегінен өткізу керек. Сонымен қатар мықты трибун президенттердің бірі ол Кеннеди мысалы үшін. Ол енді телевидениенің алдында жақсы сөйлеуді ұнатқан, ол мысалы пауза ұстауды, сонымен қатар жалпы артистизм дейміз ғой, соны шебер пайдаланған. Біз Клинтонды солардың қатарында айта аламыз. Клинтонның басынан өте бір қиын жағдай өтті, білесіздер, Моника Левинскиймен бірге. Ол тіпті сотталатын болды, өйткені жалған сөз айтқандығы үшін Америка халқын алдады, оларға манипуляция жасады, өзінің жас қызбен жағдайын жасырды деген айып табылған кезде ол бір ғана қадам жасады. Ол ұзақ пауза ұстады. Кейде паузаның өзі ұзақ сөйлемдер бере алмайтын месседждерді бере алады. Кейде бір сөйлемнің арасында бір кішкене пауза ұстаудың өзі үлкен мағыналарды сыйдыра алады. Жалпы мен енді шығыс тәмсілдеріне жүгінуді жақсы көрем. Қазір мына 2 кітабымды ала келдім, нүкте философиясы деген, жақсы сұрақ қойған 2 кісіге ұсынайын деп. Сонда нүкте деген мақала, бірінші мақала, неге нүкте? Әзірет әлінің бір сөзі бар екен, ғылым бір нүктеді. Надандар оны көп нүктеге айналдырды дейді. Көп нүкте дегеніміз ол шексіздік және ол түсініксіз ұғымдар. Сұрағыңызға жауап ала алмайсыз. Сұрақ дегеннен шығады, кез келген жақсы шығарма жақсы сұрақ қоюдан туындайды. Кез келген мәтін, ол мейлі академиялық шығарма болсын, мейлі ғылыми немесе публицистикалық шығарма болсын, немесе спич болсын, басшыларға дайындаған батыл сұрақтар қоя білу керек. Өйткені дұрыс сұрақты қоя білсе, дұрыс жауаптар алады. Ал егер тек қана мәтіндерді орналастырсақ, мысалға ол өзіміз бірінші кезекте сұрақтарды қоймай, тек қана мысалға соған қатысты зерттеулердің бәрін қойып тастасақ, ол біздің сұраққа жауап бермеуі мүмкін. Сондықтан мүмкіндігінше команда жұмыс істеген кезде бірінші сұрақтарды қойып тастау керек. Неге бұлай, қалай, қандай,
немесе басқа да толып жатқан сұрақтарды, батыл сұрақтарды және бірінші өзіңіз жауап алуыңыз керек қой, жазып отырсыз, өзіңізді сендіруіңіз керек. Мәтін иландыратын болу керек, сендіретін болу керек. Сендіру үшін ол дұрыс сұрақтарды қоя білу керек. Жалпы тек қана жазу емес, жақсы басшылар да ол дұрыс сұрақ қоя білу керек. Өзінің жұмысын дұрыс бастау үшін ол дұрыс сұрақтар қою керек. Екінші, тақырыпта мүмкіндігінше қысқа қою. Тақырыпта ол диссертация болсын, жалпы мәтін болсын, оның жартысы жақсы тақырыпқа байланысты дейді. Кейде бір тақырыппен ғана сіз бүкіл мәтіннің сипатын ашып тұруыңыз мүмкін. Мысалға, біз енді кейде қазақ публицистикасында аға буын журналистер әуезділік қуып кетеді, ұйқас қуып кетеді. Мысалға, Т-дан басталса Т-дан аяқталу керек, С-дан басталса С-дан, Б-дан басталса Б-дан деген сияқты. Бірақ тақырып кейде ашылмай қалып жатады. Тақырып нақты, қысқа, дәл болу керек. Тақырыпқа қараған кісі өзіне қажетті дүниені ала білуі керек. Тақырып, былайша айтқан кезде, бүкіл мәтіннің резюмесі. Ол жерде ол әуезді болуы немесе ұйқасты болуы шарт емес. Мысалға, Б-дан басталса бүкіл жаңағы сөздің бәрі Б-дан аяқталу шарт емес. Әрине әуезді болған жақсы, бірақ ол басты мақсат емес. Мүмкіндігінше алған, жазған немесе басшыға дайындалған спич немесе дайындаған мәтіннің мүмкіндігінше тақырып қысқа, нақты болғаны. Біз үлкен тақырып алсақ, соның аясында тақырыпты аша алмай қалуымыз мүмкін. Кейде мысалға бір үлкен тақырып аламыз, Евразия идеясы мысалға. Ол Евразия идеясының экономикалық Евразия ма, саяси Евразия ма, болмаса мәдени Евразия ма, болмаса жаңағы мына қазіргі Евразия одағы ма, мысалға біз оның қай қырынан келуіміз керек. Бұның әрқайсысы бір диссертацияның жүгі болуы мүмкін. Сондықтан мысалға инклюзивті білімнің ішінде де мысалға қазір ол кеңейіп кетті, немесе гендерлік саясатта кеңейіп кетті. Бұларға да мысалға біз соның ішінде бір ғана тақырыпты таңдағанымыз орынды болады. Өйткені барлық сұрақтарға біз бір ғана сараптамада жауап бере алмауымыз мүмкін. Осыған байланысты жалпы мына тақырыпты қойған кезде сол маған мысалға гендерлік саясатта 30% өзін ақтай алды ма деген бір жағы сұрақпен қойылған, бір жағы ықшамдылығы, мысалға тақырып ұнады. Өйткені ол тақырыпқа жалпы жауап беру оңайырақ. Жалпы гендерлік саясат дегеннен гөрі 30% өзін ақтай алды ма деген тақырып нақтырақ мысалға. Сондықтан ғылыми жұмыстарды да немесе кез келген спичте де тақырыпты қоя білу маңызды. Бұл саяси спич болсын, бұл немесе публицистикалық мақала болсын, тақырып таңдау өте маңызды. Біздің газеттерде тіпті кейбір редакторларды біз тақырып таңдау үшін ұстап отырамыз. Жақсы мақаланың өзіне әркім тақырып қоя алмауы мүмкін. Сондықтан тақырып табу да ол бір шеберлік. Міне осылардың барлығы тұтас бір дүниені туғызады. Бұған жету әрине ол үнемі жазуға байланысты, машықтануға байланысты. Мына екі кітабымды ала келдім, нүкте философиясы. Жақсы сұрақтарға осы екі кітабымды сыйлап кетермін. Дархан Қуандықұлы, көп рахмет, дәрісіңізге Сомайгерім болады. Мен сұрағым сізге тарихшы ретінде, жалпы сіздің Абыздар аманатын тарих кітабыңызды оқыған кезде маған келген ой, қалай ойлайсыз, біздің 270 жылдық тарихымызды жазған кезде Оруэллдың кітабында айтылатын Newspeak, яғни новояз тілдер тарихымызда болған ұғымдарды алмастыру айту болды ма? Және де сөз туралы, сөздің қасиеті, сөз төркіні жайлы айтып жатырсыз. Жалпы осындай сөздер болса тарихымызда, олар қалай болашақта алмастыру керек? Мысалы, Аңырақай шайқасы, жоңғарлар қақтығысы, немесе мысалы қазіргі Ресейдің тарихын білеміз, новояз қалай өзгертіп жатқанын. Ал біздің тарихта осындай Оруэллдың стиліндегі қандай новояздар болды деп ойлайсыз? Рахмет. Бұл өте күрделі және бұған арнайы бір лекция керек шығар. Жалпы алғанда біздің тарихқа байланысты айтатын нәрсе көп. Оның үстіне тарихқа әркімнің таласы бар деген сияқты. Мына тарихты зерттеу бар, тарихты жазу бар және тарихты жақсы көргізу бар. Тарихты жазатындардың бәрінің кітабы оқылмауы мүмкін. Сондықтан тарихты зерттеумен қатар тарихты жұртқа жеткізу, мысалға Ілияс Есенберлинді неге жұрттың бәрі жақсы көреді? Сол кезеңде ол әлеуметтік мәселе болды. Сондықтан қолдан қолға өтті. Оның ішіндегі кейбір қате ұғымдар болуы мүмкін. Оның ішінде мысалға цензурадан өткен ұғымдар болуы мүмкін. Оның ішінде мысалға сәйкес келмейтін жайттар болуы мүмкін. Бірақ сол кезеңде ол рухты көтерді. Сол сияқты қазірде мысалға Шыңғыс ханға байланысты немесе басқа да мәселелер көп айтылады. Кейде мысалға аудиторияның сұранысына қарай кейде хайпқа барып жатамыз. Кейде жасанды бір ұғымдарды мысалға шығарып жатамыз. Өткенде жаңа қазақ деген картаны мысалға жұрттың айтысқаны, тартысқаны сияқты. Тарих математика сияқты өте дәлдікті жақсы көреді. Ол
нақтылықты жақсы көреді. Және тарихты жеңімпаздар жазады деген ұғым бар. Бірақ бәрібір айналып келген кезде мысалға жеңімпаздар кезінде Кеңестер одағы жазды жеңімпаз ретінде. Бірақ қайтып айналған кезде ол ақиқат салтанат құрып жатыр. Сондықтан мына жалпы тарихты жасаумен бірдей деген бір сөз айтқан едім. Біз енді тарихты жасаған ұлттардың біріміз, бірақ жазуға көп мән бермегенбіз. Және қазір тарихты жазу кезінде де көп шетелдік архивтерге жүгініп жатырмыз. Бірақ әр мемлекет сол тарихқа өзінің көзқарасымен қарайды. Мысалға Иранның архиві, Қытайдың архиві, немесе кейінгі тарихқа байланысты Британияның архиві, немесе басқа Түркияның, Ресейдің архивтері. Олар сол құжаттарды өзінің көзқарасымен жазды, өзінің стилімен жазды, өзінің мақсат мүддесімен жазды. Сондықтан олардың барлығын сол қалпында қабылдау қиын. Және сол кезеңдегі мына тарихпен бірге біз әлеуметтік жағдайды жақсы түсінуіміз керек. Сондықтан тарих мына сала аралық ғылым деп айтуға болады. Тарихты түсіну үшін философиядан, социологиядан, экономикадан, руханияттан, мысалға неге осындай экономика құлады, неге хандықтар қирап қалды? Оның себебі тек қана шайқастар емес, тек қана бодандық қамытын кию емес. Мысалы, Жібек жолының тоқырауы, немесе табиғи апаттар, мысалы сулардың орын алмастыруы, немесе тұрмыс тіршіліктің өзгеруі, қаладан босып шығуы, мысалға экономикалық қиындықтарға байланысты, немесе ресурстарға таласу деген сияқты толып жатқан мәселелер бар. Бұлардың барлығын сіз жан-жақты қарамасаңыз, сол кезеңдегі екі ханның соғысын бір оқиға ретінде қарастыру ол қателік болуы мүмкін. Оның артында тұрған үлкен ықпалды жағдайлар бар. Сонымен қатар ол терминдерді, мысалға біз қазір ұлт деген сөзді көп айтамыз. Ұлт деген советтік кезеңде шықты. Оның алдында ел деген сөз болды. Мысалға Абайда да ұлт деген жоқ, ел деп айтады. Алаш қайраткерлерді мысалға ел бүгіншіл, менікі ертең үшін дейді. Сондықтан терминдерді пайдаланған кезде сол кезеңнің көзімен қарау керек. Көп жағдайда бұрмалауға байланысты әрине эмоция айтылып жатады, әсіресе тәуелсіздіктің кезеңдерінде. Кейде мысалға алаш арыстарында біз ұлықтаған кезде мысалға тарихтан жырақтап кетуіміз мүмкін, тұлғаларды бір-біріне қарсы қоюымыз мүмкін, оны тіпті біздің ұлықтап жүрген тұлғаларымыз айтуы мүмкін, сеніп жүрген кісілеріміз айтуы мүмкін, бірақ ол да қателесуі мүмкін. Сондықтан біз субъективті пікір қалыптаспас үшін мүмкіндігінше мына батыста бар ғой, батыстағы ғылым неге дамыды? Ғылымда авторитет болмады. Мысалға пәлен айтты, түген айтты деген емес, нақты ғылымдарға, нақты дәйектерге сүйенді, нақты архивтерге. Сондықтан барып шынайы ғылым мысалға дамыды. Бізде кейде пәлен кісі айтты, түген кісі айтты дейміз де, ол WhatsApp-тармен тарап кетеді. Содан кейін белгілі тұлғаларды бір-біріне қарсы қойып, сол туралы ұғымдар қалыптасып жатады. Ал шын мәнінде ол кезеңнің шындығы қандай болды? Ол кезеңдегі мысалға әсіресе Совет үкіметі кезеңіндегі мысалға алаштың қайраткерлері Совет билігіне де Байтұрсынов мысалға мен халқыма қызмет жасау үшін кез келген билікпен ымыраласуға дайынмын деді. Бірақ сол кезеңдегі жасырын күрестер бар, бір-бірімен ымыраласу бар. Сәкен Сейфуллин мысалға Ахмет Байтұрсынның 50 жылдығын жасап берген кезде мысалға өте үлкен сөздер айтады. Сондықтан бұлардың барлығын біз бір ярлықпен баға беруден кішкене аулақ болуымыз керек. Бұл мәселенді кейде біздің туған жерімізге, тіпті ру тайпамызға қарай бір таласып жатамыз. Әркім өзінің руынан шыққан адамды ұлықтауға тырысып жатады. Әркім өзінің жерлесін ұлықтауға таласып жатады. Әркім өзінің зерттеу объектісін ұлықтап жатады. Мысалға, мен Шоқайды зерттем, бәрінен Шоқай мықты дейді. Біреу айтады, жоқ Тынышпаев мықты, біреу айтады, жоқ Қожанов мықты, біреу айтады, жоқ Әлихан бәрінен мықты, біреу Рысқұлов мықты дейді. Соны келген кезде қарасаңыз, ол айтып отырған адам сол кезеңнің шындығын ол білмейді. Мысалға, репрессия қалай жүрді, олар қалай сөйледі. Сосын архивтің материалдары шықса, біз соны жариялап, соны бір Құранның сөзіндей көреміз. Ал ол архивке түскен материалдардың өзі НКВД-ның жендеттерінің қолымен түсті. Ол қалай жазылды мысалға? Мысалға Тұрар Рысқұловтың жаңағы қол қойдырған кезде, ол Шерхан Мұртазаның кітабында Қызыл жебесінде де бар. Шын мәнінде де солай болған. Ұлы Ескендірді әбден қинаған, өзін де есінен тандырған мысалға. Сосын барып амалсыздан қолын қойып берген мысалға. Ал біз енді олардың жаңа қолы тұр деп, ол құжатты шын көріп қалуымыз мүмкін. Шындап келген кезде олардың жаңа қол қойылған мәтіндерді НКВД-ның жендеттері жазған. Соған байланысты жалпы мына тарихи тұлғаларға байланысты баға беру үшін бірінші сол кезеңді жақсы сезініп білу керек. Сол кезеңнің шындығын, сол кезеңдегі мына мысалға бір-бірімен айтысқан тұлғалар болды, бір-біріне
топшыл деп, рушыл деп. Сол кезеңде рушыл деу олардың бір-бірін сақтап қалу үшін болды. Өйткені рушыл деген сол кезеңде ұлтшыл дегеннен жақсы болды. Егер ұлтшыл десе, ол большевизмге теріс, ол атылып кетеді. Рушыл десе, оны большевиктер сақтап қалуы мүмкін мысалыға. Сондықтан бір-бірін қорғаудың да астарында жатқан кейбір контексттерді біз сезіне білуіміз керек. Бұл оңай емес, оған әркім түсініп, жаңағы зерделеуі де қиын. Сондықтан жаңағы архив материалдарын алып, осылай екен деп айта беруге әркімнің дайындығы жетпеуі мүмкін. Бізде өкінішке қарай бір жағы жақсылық та, тарихты көбінесе журналистеріміз жазды. Жазушылар жазды. Өйткені тарихшылардың тілі қасаң болғаннан кейін кішкене олардың кітаптары оқылмай қалды. Журналистердің жеткізгені жақсы, тілі жатық, көп оқылады, бірақ үстірт жазылады. Ол тарихты сол кезеңді көрмей бір жақты жазуы мүмкін. Сондықтан тарихымызды жеткізіп жатқанда журналистер, бірақ бір жағынан кішкене сол қателеу түсінік қалыптастырып жатқанда журналистер екендігі өкінішке орай. Енді қазір мына комиссия біраз жұмыс істеп, біраз мұрағат деректерін шығарып жатыр. Оған байланысты көп дүниелер әлі алда айтылады ғой деп ойлаймын.